Құрметті қала тұрғындары және әлеуметтік желі қолданушылар, бүгін сіздермен тікелей эфирге шығу себебіміз мемлекеттік грантқа байланысты болып жатыр. Бүгінгі таңда Қызылорда қаласы бойынша жыл басынан бері 4 лек дейміз, яғни 4 лек бойынша азаматтар өтінімдер қабылданды. Нақтырақ айтатын болсақ, бірінші лектен 9 адам комиссия шешімімен құпталды. Екінші лекте 538 адамнан өтінім қабылданып, оның 212 адамның бизнес планы құпталды. Үшінші лек бойынша да 538 адамнан өтінім қабылданып, 268 адамның бизнес жобасы құпталды. Төртінші лек бойынша 2830 адамнан өтінім қабылданып, оның 325 адамның бизнес жобасы құпталды. Бүгінгі таңда төртінші лек бойынша комиссия қорытындысы шықты. Бұл 2830 адамның 325 адамын жіктейтін болсақ, 325 адамның 210-ы осал топқа тиесілі, 115 грант ол жастарға тиесілі болып табылады. Енді өздеріңізге белгілі, бұл мемлекеттік грант 400 айлық есептік көрсеткіш мөлшерінде болып белгіленген, яғни ол 1.225.200.000 теңге көлемінде болады. Биылғы жылға Қызылорда қаласы бойынша 814 азаматқа мемлекеттік грант беру жоспарланған. Бұл мемлекеттік грант өзінің бір беретін тұлғалардың санаттары бар. Яғни оларға айтатын болсақ, бірінші кезекте жастар, яғни ол жұмыссыз жастар, жасы 29 жасқа жетпеген жастар болып табылады. Одан кейін осал топтар деп атаймыз. Осал топтарға атаулы әлеуметтік көмек алатындар, көп балалы отбасыларға жәрдемақы алатындар, асыраушысынан айырылған жағдайда жәрдемақы алушылар, және қоныс аударушылар, қандастар, және еңбекке көрсетілімі бар, мүгедектігі бар адамдар, және мүгедектігі бар баланы тәрбиелеп отырған адамдарға тиесілі болып табылады. Төртінші лек бойынша қала тұрғындарының арасында түсініспеушіліктер болып жатыр. Себебі оның төртінші лек бойынша біздің жоспарымыз 325 болатын болса, 2830 адамнан өтінім қабылданды. 2830 адамның ішінен 325 адамның бизнес жоспары құпталды. Себебі мемлекеттен бөлінген қаражат осы төртінші лек бойынша 325 адамға жоспарланған. Тағы бір айта кететін бұл жерде мәселе, қала тұрғындарының арасынан осы мемлекеттік грант алып беремін деп алаяқтық көріністері байқалуда. Ол бойынша Қызылорда қалалық жұмыспен қамту орталығы мекемесінің атын пайдаланып, жұмыспен қамту орталығының қызметкерлерімен таныстығым бар деген сияқты желеулермен алаяқтық әрекеттер байқалды. Ол бойынша А есімді азаматшаның үстінен құзырлы органға тиісті хабарлама берілді. Құзырлы органдардың тергеп тексеру нәтижесімен бүгінгі таңда қылмыстық іс соттың қаралуында. Сонымен қатар тағы да келесі А есімді азаматшаның алаяқтық әрекетіне байланысты жұмыспен қамту орталығы тарапынан құзырлы органдарға шағымдар берілді. Ол туралы бүгінгі таңда зерделеу жұмыстары жүргізілуде. Осыған ұқсас деректер болған жағдайда, яғни мемлекеттік грант алып беремін деп сенімге кіру арқылы алдау әрекеттер болған жағдайда құзырлы органдарға және немесе жұмыспен қамту орталығына шағым берулеріңізді сұраймыз. Жұмыспен қамту орталығына шағым берген жағдайда біз тиісті құзырлы органдарға жолдайтын боламыз. Енді комиссия барысына тоқталатын болсақ, комиссияда заңға сәйкес Атамекен кәсіпкерлік палатасының өкілі, бірлестіктің, бизнес өңірлік бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен құрылған. Бұл комиссия алқалы түрде шешім қабылдайды. Соған байланысты комиссия тарапынан құпталу, құпталмау мәселелері тек комиссиямен ғана шешім қабылданады. Құрметті қала тұрғындары және әлеуметтік желі қолданушылар, бүгінгі мынау жалпы мемлекеттік
грантты бойынша 4 потогы өтті. Соның ішінде бүгінгі 4-ші поток бойынша халық арасында көптеген түсінбеушіліктер болып жатыр. Оның негізгі несі burada мемлекеттің соңғы несі бойынша, кешегі соңғы несі бойынша лимит алып тасталды. Лимит алдында база толып қалса, сонымен тоқталатын. Ал бұда негізгі базаны толғаннан кейін де қайтадан лимитті алып тастағаннан кейін 3000 адамға дейін. Алдыңғы нелерінде мысалы 500 адам, 538 адам ғана өткізді да, сонымен база толып қалған екен, ары қарай нені базаға документ қабылданбай қалған болатын. Ал бұл жолым ондай болған жоқ. Бұл жолым 3000 адамға дейін, жаңа 2830 адамға дейін лимит алып тастағаннан кейін қабылданып тұр. Оның ішінде өтетін адамымыз 325 адам. Оның ішінде осал топтары 210 адам. Қалғандары 29 жасқа дейінгі болғаннан кейін. Сондықтан бұл 2830 адамның ішінен енді 210 адамның саналып шығуда өздеріңіз білесіздер. Ішінен іліп осы жұмыс дейді, осы кісінің базасы дұрыстау деген ғана жаңа кәсіпкер бола алатын адамдардың ғана жобасы дұрыс адамдардың ғана жобасы таңдалып алды. Ол жобаны таңдау да бізге оңайға тиген жоқ. Өйткені біздің алдымыздан қаншама 1800 қанша осал топтың тұрғындары өтті. Оның барлығына саралап қарап, соның ішінде мысалы тігін негізгі жоба burada аса көп болған, бірінен бірі қайталанған. Заңдылығында көшірме болмау керек. Ал burada мал мен түсіп жатқан, жаңа ірі қара мен түсіп жатқан қаншама жоба болды, жаңа бөдене мен түсіп жатқан дұрыс келгендер. Burada бизнес жобада арнайы көрсетіледі 3 мекен-жай. 3 мекен-жайдың үшеуі дұрыс шығу керек. Ал бұл жерде бұл кісілердің көбісінде сол мекен-жайдың үшеуі 3 түрлі болып келгендері болды. Және сонымен қатар бұл жобада негізгі мақсатын түсінбегендер де көп болды. Былайша негізгі мақсат орада бизнес жобасына салған жалпы 1.225 мыңға не алу керек? Соны өздері қорғап шығу керек. Мысалы, тігінге түсіп жатқан адамдар, тігін машинасы, оның маркасы, оның сумасы неше штук, соны өзі айтып, нақты қорғап алу керек еді. Орада келген халықтың тұрғындарымыздың көбісі бизнес жобасын ашып қалмағандар екен. Бізге әкеп тұр ғой алдарыңызда дегендер. Енді соны қорғауға келіп отқанда біліп отқан жоқ. Орада маркасын айтамайды, сумасын айтамайды. Жаңағыдай не алатынды білмей келген тұрғындарымыз болды. Burada айтып отырмын ғой, бизнес жобаны қорғап шығып, тасылдап шыққанның бәрі өтті. Өзілер де мұны көрсе, әділдігін айтар деген сенімдемін. Өте әділ өтті деп айтылам. Бұл 4-ші потоктың несі қарау бізге өте ауыр болды. Өйткені қатысып отқан адам көп, оның ішінде саралап алу. Тігін, мысалы, жай ғана 800 адам тігінмен қатысты деп айталам. Жай ғана. Сол 800-дің ішінен, мысалы, оның тігінді білмейтіндер де келді. Құрақ тігемін, анамнан қалған машинамен дейді. Құрақ тігетін болса, әкеп отқан құрағының қандай құрақ екенін де білмейді. Оның шиғырақ екен. Құрақ әкеп тұрып, ортасында қошқар мүйіз ойып сап екен, ортасында ойығанда екен деп жай сұрай салғанның өзіне сол ойуды да танымай отыр. Ал енді содан енді қалай кәсіпкер шығады деп ойлаймыз. Мысалы, енді жай ғана сұрақ. Сосын ол кісілерге біз негізгі қателігін түсіндіру комиссияның құзыретіне кірмейді. Ал түсіндірген жағдайда, енді былайша айтқанда, түсіндіріп те отырдық арасында, қараңызшы деп, жаңағы камерадан көрсетіп тұрған бизнес жобасын мына жерден мындай деп қойыпсыз деген жағдайда, не сол үшін де болмай ма? Сол үшін ба? Сондағы деп, ол кісілер үшін ол бір азғантай ғана нәрсе сияқты. Ал бірақ негізі құжаттың аты құжат. Бұл мына құжат бойынша осы бизнес жобада қалай жазылып, соны ол кісілер білу керек. Ең соңғы, мысалы, 10-шы күні де кірген кісілерді мен таңғалдым, өте қалай жауапсыз қарайтындығына. Кіріп, мына жобасын аузын ашпаған, мысалы, 300 бөдене алам деп келіп отыр. Неше бөдене ал, жобаңыз айтыңыз, неше бөденеден аласыз десе, 50 бөдене алам дейді.
өзінің жобасында 300 бөтене жазып тұр. Мінекей осындай қарапайым нәрсені халықтың өзі түсінбеушіліктен келіп, осындай қателікке келіп соғып тұрғандарын өздері, енді халық көптің көзі ғой, өздері арашалап, өздері ақтығын айтар деген ойдамыз. Енді басқа жөнде жаңа айтып кетті, енді оны әркім өзі шешер. Бүгінге менің мына төраға ретінде айтарым, бизнес жобасы дұрыс болса, дұрыс болатын адам үшін айтқанда іліп-іліп зорға таптық. Іліп-іліп зорға таптық сол бизнес жобасы. Бірінен бірін көшірген, қате бәріне бірдей шыққан. Қате бәріне бірдей шыққан. Мынау грант суманы әкелгендері 1.225.000-ті түгел мына жерге келіп түгел қойып қойған. Ол санап келгенде, мысалы, 6 миллионға дейін, 12 миллионға дейін затының санына қарай сондай сумаға кетіп қалған. Оның бәрі қате болып есептеледі. Сондықтан соны тұрғындар түсіну керек.